YouTube каналыңды жылдам әрі тез ашамыз. 1-2 минуттан кейін сізде YouTube канал пайда болады. Қалайсың достым? YouTube желісінен қалай YouTube канал ашуға болады? Я достым, осы сұраққа жауап берместен бұрын саған айтатын бір маңызды жайпым бар. YouTube канал ашу үшін Gmail керек. Бірақ сіз бір Gmailға 5 каналдан астам канал аша аласыз. Мысалға айтайық, мен бір Gmail аштым, оған 5 YouTube канал аштым. Мысалға, бірінші 2 канал менің топовый каналдарым, барлық ойым осыда. Бірінші каналда 100 000 подписчик, екінші каналда 20 000 подписчик. Мысалға, қалған үшеуі менің тестовый каналдарым. Авторлық құқығы бұзылған музыкалар мен видеоларды салып тексеремін. Үшеуі тестовый канал. Барлық менің концепциям, барлық контентім, барлық видео жасау ойларым осы бастапқы 2 каналда. Бірақ бір күні мына үшеуіне хабарлама келуі мүмкін. Сіз авторлық құқықты бұздыңыз. Каналыңыздағы ол видеоны өшіріп тастаңыз деген. Бірақ сіз ол хабарламаны көрмеуіңіз мүмкін. Өйткені сіздің барлық ойыңыз, барлық видео жасау контентіңіз мына 2 каналда. Өйткені сіз мына 3 каналды ұмытып кеттіңіз. Ал YouTube желісінде қағида бар. Қағида демей қойайын, бір нақты күшті шарттары бар. Егер де сіз жаңағы хабарламаға 40 күнде немесе белгілі бір мерзімде жауап қайтармасаңыз, сіздің каналыңызды YouTube желісі автоматты түрде өз еркімен жауып тастай алады. Бір сөзбен жауып тастайды. Мысалға, мына үшеуіне хабарлама келді, мына соңғы каналды YouTube желісі жауып тастады. Осы каналдың кесірінен сіздің мына 2 топовый каналыңыз қаншама жыл еңбек еткен видеоларыңыз бір сәтте жоғалып кетеді. Өйткені мына канал жабылса, барлық канал жабылады. Өйткені ол 5 каналда бір Gmailға тіркелген. Сондықтан бір Gmail жабылса, 5 каналды алып кетеді. Бұмен түйін достар. Сіздерге айтарым, тестовый каналдарыңызды бөлек Gmailға, өзіңіздің нақты видео жасайым деген каналдарыңызды бөлек Gmailға ашуларыңызды сұраймын. Өйткені бұл сіздің жеке қауіпсіздігіңізді біршама жоғарылаттырады және өзіңізге жұмыс істеуге ыңғайлы болады. Өйткені сіз қорықпайсыз, менің каналымды қашан жауып тастайды екен деп. Бұл менің тәжірибемде болған. Сондықтан сіздер қате жібермесін деп осыны айта кеткім келді. Қазір YouTube желісінде көп жүрген адамдар айтуы мүмкін, сен оны кез келген уақытта өзгерте аласың ғой деп. Сен кез келген уақытта өзгерте аласың. Мысалы, басқа Gmail'дан YouTube каналды басқа Gmail'ға лақтыра аласың. Бірақ ол уақыт достым. Сен YouTube желісіне запрос жібергенше ол 15 күн қаралады, саған YouTube желісі жауап қайтарғанша ол 15 күн қаралады, сөйтіп сен 30 күніңді жоғалтасың. Ал YouTube желісі сені 30 күн күтпеуі мүмкін. Ол 30 күнде сенің каналыңды жауып тастауы мүмкін. Сен сонда барлық өзіңнің ақпараттарыңнан айырылып қаласың. Сол үшін ең басында қазір YouTube желісін ашар кезде жақсылап ойланып, жеке Gmail'ға ашқан дұрыс. Бұл жерде қандай түсінік? Бір Gmail'ға бір канал жеткілікті. Қазір біз саған бірінші Google Chrome'нан YouTube желісін қалай ашу керегін көрсететін боламыз. Ең алғашқы Gmail ашамыз, сосын YouTube канал ашамыз. Сосын смартфоннан көрсететін боламыз, смартфоннан соны қайталаймыз, Gmail ашамыз, сосын YouTube канал ашамыз. Достым, бұл өте оп-оңай, қиын деп ойлап қалмаңыздар. Сіздің белгілі бір бар болғаны 1-2 минутыңызды ғана алады. 1-2 минуттан кейін сізде YouTube канал пайда болады. Және сіз бірінші видеоларыңызды сала аласыз. Ал достар, біздің ноутбугімізге үңілейік. YouTube канал ашайық. Достар, Google Chrome'да YouTube каналды ашудың 2 түрі бар. Бірінші, сіз Google'ға кіресіз, Gmail деп жазасыз. Gmail деп жазғаннан кейін бірінші Gmail Google дегенге кіреміз. Сол жерден сізде мынандай строка шығады. Сол строка шыққаннан кейін сіз создать аккаунт дегенді басасыз. Сосын для себя дегенді басасыз. Бұл жерде бүкіл данылар толтырасыз. Екінші, тура осындай түріне көшу үшін және тезірек көшу үшін мынандай түрі бар. YouTube'тың өзіне кіресіз және сізде оң жақ жоғарғы жағында YT деп тұрады, міне қараңыздар. Сол YT дегенге басамыз. Біздің алдындағы пәрмен тура осы жерде ашылады. Создать аккаунт дегенді басамыз.
міне екі түрі бар. Для себя дейміз, немесе бизнес болса сол бизнесқа арналған канал ретінде ашуға болады. Біз для себя дегенді ашатын боламыз өзіміз үшін. Мына жерде барлық данныйларыңызды толтырасыз. Қазір сіз мысалға мына жерде сіздер толық аттарыңызды жазыңыздар және фамилияларыңызды жазыңыздар, сосын электронный почталарыңызды жазасыз. Енді email ашу бұл өте қиындық тудырмайды деген ойдамын. Мүмкін сіздерде бар да шығар, сол emailдарыңызды мына жерге саласыздар. Және де сосын ашар кезде бұл email еместер, подтверждение бересіздер, келісімдеріңізді бересіздер. Мына жерде пароль жазасыздар. Парольдарыңыз өте қиын болсын, өзіңіздің қауіпсіздігіңіз үшін. Сосын барлығын толтырғаннан кейін далені басамыз. Сол далені басқан бетте сіздің emailыңызға подтверждение келеді кодпен. Сол кодты ашамыз. Міне код жазылған. Сол кодты алып, копирование жасап, көшіріп алып, мына жерге қоямыз. Сосын подтвердить дегенді басамыз. Сол сәтте сіздің номеріңізді сұрайды. Номеріңізді жазасыз. Мына жерге номер жазып біткеннен кейін мына жерде туған күніңізді, жылыңызды, айыңызды бәрін толтырасыз. Сосын сіздің ер адамсыз ба, әйел адамсыз ба, оны да толтырасыз. Міне жылдарды толтырып біткеннен кейін далені басасыз. Барлығын, мына жердегі барлығын оқып шығыңыз. Оқып шыққаннан кейін қабылдаймын дегенді басасыз. Немесе келіспесеңіз сұрақтар қоюға болады. Міне достар, одан кейін сізді YouTube каналға лақтырады. Содан кейін сіздің YouTube каналыңыз ашылады. Міне қараңыздар. Мынау сіздің қазір Gmail'ыңыз. Қазір сіздермен бірге YouTube канал, енді YouTube канал ашатын боламыз. Мына жерде создать канал дегенді басамыз. Сосын начать дегенді басамыз. Жерде сіз Gmail'ды таңдауыңызға болады, немесе басқа название, басқа атпен аша аласыз. Менің ойымша Gmail'ға тиіспей қоюға болады. Сіз өзіңіздің атыңыздан ашқан дұрыс. Мына жерде выбрать дегенді басамыз мынаны. И мына жерде достар кішкене ойланған дұрыс. Өзіңіздің каналыңыздың атыңызды ойлап табасыз да осы жерге жазасыз. Мысалға мен ашамын A11. Міне A11 деп ашамын. Сосын мына жерде мен келісемін дейміз да, келісеміз дегенді басқаннан кейін создать дегенді басамыз. YouTube желісіне лақтырмастан бұрын мына жерде өзіңізге жаңағы каналыңызға фото қойып кетесіз. Фото қойғаннан кейін мына жерде өзіңіздің тематикаңызды жазсаңыз болады. Мысалға мен қызықты видео жасаймын. Өзіңіз немен айналысасыз, соны жазып кетесіз. Мысалға ойын түсіретін болсаңыз, ойын түсіремін деп барлығын толық жазып кете аласыз. Сосын барлығын жазғаннан кейін ең астына сіз өзіңіздің Instagram парақшаңызды, Twitter, Facebook парақшаларыңызды, өзіңіздің жеке сайттарыңыздың жеке сілтемесін қалдыра аласыздар. Барлығын орындап біткеннен кейін мына жерде сохранить и продолжить дегенді басасыздар. Міне бастық. Осыны басқаннан кейін сіздің каналыңызға автоматты түрде лақтырыласыз. Міне қараңыздар, біздің каналдың аты, міне сурет біз қойған жоқпыз, неге сіздер сурет қоя аласыздар. Жаңағы жерде міне каналдың аты, қанша подписчик бар, және де міне бұл жерде қараңыздар, біздің бір Gmail'да екі канал ашылып кетті. Неге дейсіздер ғой? Ең бастапқы канал бұл канал емес, бұл мынаныкі, мына Gmail'дікі. Сондықтан бізде мына Gmail'да бір канал. Осылай ашқан дұрыс. Егер де тағы канал ашқыңыз келсе, басқа Gmail ашып, басқа канал ашасыздар. Міне достар, оп-оңай канал ашу. Қазір сіздерге смартфон желісінде көру керек болса, смартфон желісінен көрсететін боламын. Достар, сіздерге ыңғайлы болу үшін смартфон желісінен көрсетейік. Бұл жерге де Gmail деп жазамыз. Gmail деп жазғаннан кейін бұл жерде айта кетейік, жаңағындай Google Chrome'да ашқандай немесе YouTube'тың өзінен аша аламыз, немесе Google'ға Gmail деп жазып екінші түрмен аша аламыз. Бірақ екеуі де бірдей достар. Сондықтан сіздерге Gmail'мен ғана көрсететін боламын. Біріншісіне басқан бетте бізді мына жерге лақтырады. Осы жерде тура жаңағындай қайталаймыз. Создать канал для себя немесе бір бизнесқа. Для себя дегенді басамыз. Бұл жерде өзіңіздің атыңызды толтырасыз. Атыңызды толтырып біткеннен кейін далені басасыз. Бұл жерде енді бәрі түсінікті деген ойдамын.
өзіңіздің туған күніңізді, айыңызды және жылыңызды. Сосын мына жерде еркек немесе әйел деген өзіңіздің тұлғаңызды таңдайсыз. Сосын далені басасыз. Бұл жерде создать собственный Gmail деген бар. Соны басамыз. Өзіңізге жеке Gmail ашатын боласыз. Ойлап тапқыңыз келеді, соны басасыз. Мысалға box. Және де сіздерге мынандай болып шығуы мүмкін. Бұл жерде бұндай атау бос емес деген сөз. Сондықтан басқа атау таңдауларыңызды сұраймын деп тұр. Сондықтан былай өзгертеміз. Бұл да бос емес екен, достар. Тағы былай өзгертеміз. Енді бұл бос екен. Бұл жерде пароль жазамыз. Құпия сөзімізді. Құпия сөздеріңіз айта кеткендей өте қиын болсын. Міне, пароль ойлап тапқаннан кейін далені басамыз. Өзіңіздің аккаунтыңызды тексересіз. Міне, аттары бәрі дұрыс па, Gmail бәрі дұрыс па. Одан кейін бәрін тексеріп біткеннен кейін тағы далені басасыз. Далені басқаннан кейін жаңағы Google-дағында шарттарда осы жерде, осы шарттардың бәрін оқып шыққаннан кейін қабылдайым дегенді басасыз. Бұл жерде тексеріледі Gmail. Тексеріліп біткеннен кейін сізді мынандай строкаға лақтырады. Бұл жерде сізді құттықтаймын, сізде Gmail ашылды. Енді сізге YouTube канал ашу қажет. YouTube канал ашу үшін тура осы сәтте YouTube-қа кіреміз. Егер де YouTube приложениесі болса, YouTube-қа былай тікелей кірсеңіз болады приложенияға. Міне достар, YouTube-қа кірген бетте сіздің жаңағы ашқан Gmail-ыңыз автоматты түрде YouTube-қа кіріліп тұрады. Бұл жерде мой канал дегенді басамыз. Және де сізден каналдың атын сұрайды. Создать канал дегенді басамыз. Және де сізде мынандай канал орын алады. Жаңағы жерде каналдың атын өзгертесіз, және де өзіңіздің фотоңызды, аваңызды бір сөзбен айтқанда өзгерте аласыз. Міне осылай достар, канал өте тез ашылады. Хей достым, аяғына шейін көргеніңе рахмет. Егер де осы видео саған титтей бір көмегін тигізсе, каналымызға жазыла кет, әлі алда талай қызықтар болады достым. Және де видео ұнаған болса лайк басып кет. Және де бір қоятын сұрақтарың болса комментарияға жазып кет. Мен міндетті түрде жауап беруге, барлығына бірдей жауап беруге тырысатын болам. Келесі кездескенше сау болыңдар.